Баршаңызға сәлем. Айзада шебер курсына қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге кофтаның артқы бөлігін пішімін көрсетемін. Бұл лекал өте жеңіл, оңай. Бізде формула жоқ, әр формуланы өзіне берілген. Соны мұқияттап қарап салсаңыздар, барлық размерлерге тура келе береді. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге келесі түсірілімде басқа сызба лекалдарды көрсетемін. Инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыз, комментарияға жазып жіберіңіздер, қандай лекал сызуды, қандай киімнің лекалы сіздерге керек, соны жазып жіберсеңіздер, мен сіздерге сол план арқылы сіздерге түсірілімін көрсетіп отырамын. Міне қазір біз кофтаның арқасын пішіп көреміз. Мінеошымыз 17 дегеніміз, 17-ні бүктеп салдым. Бұлай 3 қосып бет сызып алдық. Енді иығы 12. Бұлай 4 түсіреміз. Сызып алып, енді біз осы иықтан төмен қарай 20 түсіреміз арқасына. Міне сызып алып, берге окружность груди бөлу 2. Көкірегіміз 46 еді, оны 2-ге бүктеп сантиметрдің көмегімен бөліп отырамыз. Мінекей, енді біз мына иықтан көкірекке шейін 20 болған белгілеп алып, бұны сызып аламыз. Екі қолтықтың арасы, арт жағы бізде 39 сантиметр болған. Мінекей, 39-ды біз бөліп саламыз. Сантиметрдің көмегімен тек бөліп саламыз. Енді бұл нүктелерді қосамыз бір-біріне. Төмен қарай 90 градус бұрыш түсіреміз да. Бұрыштан 45 градустан 3 сантиметр алып белгілеп, мыналарды жаймен қосамыз. Резкі қосуға болмайды, осылай доңғалақ болып әдемі қосылу керек. Міне жоғар жағы бітті, орталары 10 сантиметрден әнері 3 сантиметр. Енді біз иықтан белге шейін ұзындығын аламыз, ол дыбысы деп атайды, 40, значит 41 аламыз. 1 сантиметр ол иығына тігуге керек. Міне сызып алдық, бер 30 бөлу 2-ге, 39-ды 2-ге бөлеміз сантиметрдің көмегімен. Мінекей белгілеп алдық. Енді 3 сантиметр қосамыз, бұл выточкаға, выточка тігу үшін. Енді бұл нүктелерді бір-біріне қосып аламыз. Енді біз төмен қарай бөксені салу үшін біз белден төмен қарай 18 сантиметр, барлық адамға бірде формула бұл. Осыны сызып алып, өшерге окружность бедер дейміз, бөксеміздің размері 51, осыны сантиметрдің көмегімен бүктеп, мінекей сап алып, енді осы нүктені қосамыз. Енді артық біз 2-2-ден жаңағы кофтамыз кеңдеу болу үшін осылай сызамыз. Осы сызған жерден біз қырқып аламыз. Мінекей осындай свободный кофта. Қазір біз выточкасын саламыз. Выточкамыз бізден 10 сантиметр белден белгілейміз, жоғарыдан төмен қарай тағы 10, ұзындығы 10 болады. Енді ортадағы нүктені сызып, 1,5-1,5-нан 3 сантиметр выточкамызды аптастау керек. Біз мінекей сызып алды. Егер сіздерге қынамалы бел болса, обязательно бетіп выточканы салып тігуге болады. Свободный кигіңіз келсе, свободный болады. Осы түп нұсқаман әр түрлі кофталардың фасондарын салуға болады. Бір түп нұсқадан 10 шақты түрлі кофта шығады. Мұқият көріп салыңыздар. Рубашканың артқы бөлігін пішіп үйрендік. Қазір сіздер соған мұқият қарап, сол жердегі берілген цифрларды өзіне қойып отырсаңыз, сіз кез келген адамдарға осы өлшемін қойып отырып, оп-оңай лекал дайындай алатын боласыз. Бұл жерде конспект формула жоқ, басқа курстарға мүлде ұқсамайды. Мінекей, егер сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар, комментарияға жазыңыздар, келесі түсірілімде не үйренгілеріңіз келеді. Сол арқылы мен сіздерге пландап көрсетіп отырамын лекалдардың сызбаларын.